Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге жаңа жылдың сәні дастарханымызда толып тұратын ең дәмді жеміс мандарин туралы айтатын боламын. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Мандариннің емдік қасиеттері жөтелге қарсы пайдалы. Қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартып, тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш күйбеуде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері және калий, магний, темір, фосфор, натрий, кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигменттер мен кератин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің дәмдік құндылығы аз, жеміс болып саналады, бірақ құрамында қант көп. Соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуын жақсартуға қауқарлы. Ішіңіз кеуіп, дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтағышқа салып, ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жеңіз. Жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стақан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіп, дайын болған соң күніне 3 реттен тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Суық тиіп тұмауратсаңыз, жөтелсеңіз ингаляция жасаңыз. 1 уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға қайнатып, буымен 10-12 минут демалыңыз. Бұл әдісті жасаған соң 1-2 сағат салқын жерге шықпай күтініңіз. Тырнағыңыз тез сына берсе, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Шаршағанда, жүйке жеңіз жұқарып, күйзеліске түскенде ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 7 см болатын матадан тігілген қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылған жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен демалыңыз. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стақан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. Күніне 2 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Мандариннің пайдасымен қатар зияны да қатар жүреді. Мандарин цитрус жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазан ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруына шалдыққанда жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің кератин мен А дәрумендері бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Бүгінге мандарин туралы сіздерге берер ақпаратым осы. Өздеріңізге керек тұстарын түртіп алып, пайдаларыңызға жаратыңыздар. Және каналға лайк басып, комментарий қалдыруды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.